Бүгінгі ролигімізде Samsung кір жуғыш машинасының басқару модулі. Бұл машинамыздың ақауы барабан, яғни қозғалтқыш мүлдем айланбайды. Қозғалтқышты тексердік, қозғалтқышта ешқандай ақау жоқ. Ендігі мәселе осы басқару модулін біз тексеретін боламыз. Қозғалтқышқа жауап беретін радиокомпоненттер аман ба, сау ма, күйген ба, күймеген ба, осыны біз анықтайтын боламыз. Қозғалтқышқа жауап беретін біздің радиокомпонентіміз мінекей, мына бір микросхема, драйвер дейді. Қозғалтқышқа шығатын жаңағы мына контактілер мінекей. Осы үш контакт біздің қозғалтқышымыздан келе жатқан жаңағы кабель осы жерге келіп жалғанады екен. Енді осы біздің жаңа драйверіміз күйді ма, күймеді ма, қысқа тұйықталу бар ма, біз мультиметрдің көмегімен тексеріп көрейік. Бірінші біз осы үш шығыс контактыны өзара мультиметрді диод өлшеу қызметіне қоямыз. Сөйтеміз даны тексереміз. Бұл өзара ешқандай да қысқа тұйықталу, не болмаса кернеудің құлауын көрсетпеу керек. Сау жағдайда. Жақсы. Былайда, ешқандай да қысқа тұйықталу, кернеудің құлауы көрсетіп тұрған жоқ. Ол жақсы екен. Ендігі мәселе, мына драйверіміздің мына 16-шы аяғына бір шөпті тегіземіз даны, екінші шөпті осы үш контактіге кезек-кезек тегіземіз. Сол кезде не кернеудің құлауын көрсетеді, не шексіздік көрсетеді. Шөпті ауыстырған кезде кернеудің құлауын көрсетуі керек. Шөпті ауыстырған кезде. Бұл көрсетіп тұрған жоқ. Екі жаққа да шексіздік көрсетіп тұр. Ал мына контактымыз тіпті қысқа тұйықталып қалған екен. Ол деген сөз біздің драйверіміз күйген, қысқа тұйықталу бар деген сөзді білдіреді. Міне қалған екі аяғы мүлдем шексіздік көрсетеді шөпті, былайда ауыстырсақ. Ал мына үшіншісі тіпті қысқа тұйықталуды бізге көрсетіп тұр. Осылайша біз мультиметрдің көмегімен драйверіміздің ақауын анықтап алуымызға болады екен. Бұл жағдайда біздің драйверіміз күйіп тұр, қысқа тұйықталу болып тұр. Ол деген осы драйверді толықтай ауыстыруымыз керек. Бұл табылмаған жағдайда онда толықтай модульді ауыстыруға тура келіп қалады. Ролик ұнаса лайк басамыз, пікір жазамыз, таныстармен бөлісеміз. Арнаға тіркеліп қойсаңыздар, осындай пайдалы да қызықты роликтерден құр қалып кетпейсіздер. Сонымен келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.